Саламатсыздар ма? Арыс қаласының нөмірі 17-ші колледждің аспаз мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Біләлбекова Айжанат Амангелді қызы. Студенттер, бүгінгі өтетін шеберлік сынып тақырыбымыз сүтті пудинг. Керекті заттар: лимон, құмшекер, сүт, жұмыртқа керек. Ал енді лимонымызды шай қасықпен 2 қасық лимонды сығамыз. 2 қасықтай. Бұны істейтініміз үстіне 100 грамм құмшекер саламыз. Пешке құмшекер ерігенше жай отқа қоямыз. Астын жай отқа қойып, жай отқа қоямыз. Бұл қызарып әдемі карамель болғанша келесісін бастаймыз. 400 грамм сүтті құямыз. Сүтті құйып, үстіне құмшекер саламыз. 150 грамм құмшекер саламыз да, бұны пешке қоямыз. Пешке не үшін қоямыз бұны? Пешке бұны қайнатпаймыз. Ішіндегі құмшекеріміз еру үшін. Көп қайнатудың керегі жоқ. Құмшекер, сүттегі құмшекер ерісе болды. Бірінші лимонға салған құмшекерімізді қозғап қоямыз. Бұл әдемі болып, карамель түрінде болу керек. Екінші сүтімізде құмшекерді салған тұғымыз. Құмшекеріміз қалай еріп жатыр. Қатты отқа қоймаймыз. Бұны тек қатты отқа қоймаймыз. Тек қана мына ішіндегі құмшекеріміз ерісе болды. Бұны тек қатты отқа қоймаймыз. Тек қана мына ішіндегі құмшекеріміз ерісе болды. Ары қарай 5 жұмыртқа аламыз. 5 жұмыртқаны жарып, үстіне 100 грамм сүт құямыз. Мына карамеліміз әдемі болып шықты. Бұның астын өшіреміз. Бұл енді тұра берсін. Жаңағы сүттің көреміз. Сүттегі құмшекерімізді ерікті. Енді құмшекер мен сүт араластырғанымызды араластырамыз. Әдемі болып шығу үшін. Бәрі араласып жатыр сүтпен бірге. Жаңағы бұның бәрі әдемі болып шығу керек. Бір тегіс араласу керек. Енді осының үстіне жаңағы сүтке құмшекерді еру үшін пештің үстіне қойған тұғымыз, соны осының үстіне құямыз. Соған сүтті жұмыртқаның үстіне құямыз. Енді бұны миксерде араластырамыз.
құямыз. Тезіраққа. Olmalı gerek çocuklarım. Alamız. Ыдысқа салып қоя салмауымыз. Бұны қар ретінде пісіреміз. Мұздай суды жартысына күйгенше ішіндегі жартысына шейін су құямыз. Мұздай судан. Жартысына шейін болды. Осыны кешке апарып 160 градуста 60 минут пісіреміз. Ал енді 160 градуста 60 минутта піскен пудингті аламыз пештен. Енді бұны 40 минуттай суысын 40 минуттай қойып қоямыз. Суытып қайнап тұрған суға пудингті саламыз. 1-2 минут күтеміз, 1 минуттай күтеміз. Енді суға саған екен аламыз. Қоямыз да. Үстіне тарелканы жауып Vamos. Pudingimiz. 2 minutтай koyamız bunu. Yeri için. Mana pudingimiz dayın. Молочный пудинг. Пудинг. Астросин.